Сәлеметсіздерме, әріптестер? Бастауыш сынып мұғалімі ретінде өз тәжірибемен бөліскім келеді. Жасанды интеллект сабаққа дайындықта, дифференциалды тапсырма жасауда, бағалауда маған үлкен көмекші болды. Мен бастауыш сынып мұғалімі ретінде өз тәжірибемде жасанды интеллектті қолдану арқылы мұғалім уақытының қалай үнемделетіні жөнінде бөліскім келеді. Бүгінгі таңда мұғалім тек сабақ беруші ғана емес, жоспарлаушы, бағалаушы, сараптаушы, құжат жүргізуші. Мұғалім көп қырлы маман. Осы міндеттердің көптігі кейде шығармашылыққа емес, рутиналық жұмыстарға көбірек уақыт жұмсауға мәжбүрлейді. Осы мәселені шешу мақсатында күнделікті жұмысында жасанды интеллект құралдарын қолдана бастадым. Айка Шақбарды президенті жетешуін. Сабаққа дайындықта қысқа мерзімді жоспар құру маңызды. Алдымен мақсатты айқындаймыз. Білімді өзектендіру, жаңа тақырыпты түсіну, дағды қалыптастыру. Әдіс-тәсілдерді таңдаймыз. Сабаққа дайындалу кезінде сенімді көмекші қажет пе? ChatGPT маған жоспарды тез, нақты құрып береді. Ал Canva AI сол идеяны әдемі слайдқа айналдырады. Екеуі бірге дифференциалды тапсырмалар әзірлеуде оқушылар деңгейіне бөлуді көрсетеді. 3 саты жеңіл, орта және күрделі. Әрқайсысы өз икеміне сай. Қалыптастырушы бағалау мен кері байланыс беруде жылы сөздің орны бөлек екенін ұмытпаңыз. Оқушы жетістігін атап, келесі қадамын айқындап, ең мықты тұсын көрсетіп өтсеңіз, ол үшін зор. Нәтижесінде сабаққа дайындық уақыты едәуір қысқарды. Бұрын 2-3 сағат кететін. Қазір 30-60 минут жеткілікті. Ең бастысы, менде оқушылармен жеке жұмыс істеуге және шығармашылық ізденіске көбірек уақыт пайда болды. Өте жақсы. Міне, тамаша ойың бар екен. Жасанды интеллектіні қалай қолдансаңыз, сондай нәтиже аласыз. Саналы және мақсатты қадам ғана нақты пайда береді. Құралды дұрыс бағыттауыңыз, табыстың кілті. Әрине, жасанды интеллект мұғалімді алмастырмайды. Ол тек құрал. Нағыз жетекші ұстаздың өзі. Жиі көмектеседі, бірақ басқармайды. Білім жүрекпен беріледі. Сол себепті білім беру. Жасанды интеллект мұғалім уақытының ең тиімді көмекшісі. Ол оқу жоспарын тез дайындайды, тапсырмаларды ұсынады, нәтижені талдайды. Рутина азаяды, ал біз уақытты балаларға арнай аламыз.